Құрметті оқырман, каналыма қош келдің. Бүгін біз ысқырық және ызың дыбыстарға арналған артикуляциялық жаттығулармен танысамыз. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып қой. Біріншіден, артикуляциялық жаттығу дегеніміз не? Осыған тоқтала өтейік. Артикуляциялық жаттығу бұл тіл бұлшықет аппаратын нығайтуға бағытталған. Екіншіден, артикуляциялық жаттығу не үшін қажет? Баланың қиын дыбыстарды айтып үйренуі үшін. Тілі мен ерні епті және мықты болуы үшін. Сөйлеу барысында бір қалыптан екінші қалыпқа өтуде күш түспеу үшін және анық айқын сөйлеу үшін қажет. Үшіншіден, артикуляциялық жаттығуды қалай өткіземіз? Артикуляциялық жаттығу міндетті түрде күн сайын 5-10 минут өткізілуі қажет. Артикуляциялық жаттығудың басты кезеңінде айна алдында отырып өткізген дұрыс. Айна көлемі бала айнадан өзін және нұсқаушыны көруі тиіс. Әр жаттығуды 1-ден 10-ға дейін санап, дәл бір қалыпты орындалуын қадағалаңыз. Ысқырық с, з дыбыстары. Ызың, ш, ж дыбыстарына арналған артикуляциялық жаттығулар тізімі. Бірінші, сыбызғы, тістер қабысулы, ерінді дөңгелетіп алдыға шығару. Сағат, ауызды ашу, жіңішке тілдің ұшын кезекпен ерннің шеттеріне апару, тілдің ұшын оңға, солға қимылдату. Тіс тазалау. Ауызды ашу, алдыңғы тістердің іш жағынан тілдің ұшымен бірінші жоғарғы жағын, сосын төменгі жағын тазалау. Жылан. Ауызды ашамыз. Жіңішке тілді алдыға шығарып, 10 секунд ұстап тұрамыз. Әткеншек. Ауызды ашамыз. Тілдің ұшын жоғары тістің артына және төменгі тістің артына көтеру. Тәтті тосап. Аузымызды ашамыз. Жоғарғы ерінді солдан оңға қарай
жалау, төменгі ерінді оңнан солға қарай жалау. Желкен. Ауызды ашып, тілдің ұшын жоғарғы тістің артына тіреу. Қамыр илеу. Жалпақ тілді шығарып, еріндермен тілді пә деп соғу. Кейін тілді алдыңғы тістермен тістеу. Бояушы. Аузымызды ашып, тілдің ұшын алдыға артқа апарып, таңдайды бояймыз. Футбол. Ауыз жабық. Тілдің ұшын кезекпен екі ұртқа апарып тіреу. Кесе. Ауызды ашу. Жалпақ тілді шығарып, жоғары көтеріп, кесенің бейнесін жасау. Саңырау құлақ. Аузымызды ашамыз, жалпақ тілді таңдайға жабыстырып, 10 секунд ұстап тұру. Баян. Аузымызды ашамыз, жалпақ тілді таңдайға жабыстыру. Тілді жабыстыра тұра, ауызды ашып жабу. Біздің ызың ысқырық дыбыстарға арналған артикуляциялық жаттығуларымыз осылар. Канал ұнаса лайк басып тіркеліп кет. Алда пайдалы логопедиялық видеолар көп болады.